Қаржы министрлігі соттан тыс банкроттықты рәсімдеу ережелеріне өзгерістер енгізді. Құжат 8 мамырдан бастап күшіне енді. Жаңа қаулыға сәйкес ломбардта берешегі бар тұлғалар енді банкрот деп танылмайды. Яғни бұдан былай тек банктер мен микроқаржы ұйымдардағы қарыздар есептен шығарылады. Золото человек мог сдать и так далее. Соттан тыс банкроттық рәсімін қолдану үшін 12 ай бойы төлем болмау керек. Борышкерлер ломбардқа телефонын, алтын бұйымын өткізеді де, ол бойынша төлем жүргізе алмаса, олар 2-3 ай өткеннен кейін сол бұйымды сатып жіберуі мүмкін. Яғни қарызды төлемеу мерзімі 12 айға жетпейді. Сол себепті бұдан бұлай ломбард алдындағы қарыз ескерілмейді. Сонымен қатар соттан тыс банкроттықты рәсімдеу уақыты қайта қаралып отыр. Енді мерзім 6 айдан 1 айға дейін қысқартылмақ. Яғни банкроттықты рәсімдеу жедел тәртіппен жүргізіледі. Бұл жеңілдікті қолдану үшін борышкерлер белгіленген талаптарға сай болу керек. На сегодняшний день Егер азаматтың берешегі 5 жылдан астам уақыт өтелмеген болса, және қарыз көлемі 1600 айлық есептік көрсеткіштен аспаса, яғни биылғы мөлшермен 6 миллион 920 мың теңгеге дейін болса, онда ол соттан тыс банкроттық рәсіміне өтініш бере алады. Мұндай жағдайда азамат 1 ай ішінде жеңілдетілген тәртіппен банкрот деп танылады. Нұрсұлтан Балтабаевтың сөзінше, банкроттық рәсіміне жүгінетіндердің саны артып келеді. 2023 жылдан бері Қостанай облысы бойынша соттан тыс 11 мыңнан астам азамат банкроттыққа өтініш берген. Оның 2 мыңға жуығы 3,5 миллиард теңгеге банкрот деп танылды. Ал жыл басынан бері 2647 азамат банкрот деп танылуға өтініш тастаған. через ЕГОВ, через мобильное приложение ЕГОВ. Соттан тыс банкроттық рәсіміне өтінішті ЕГОВ мобильді қосымшасы арқылы беруге болады. Ол үшін қаржы және кеден бөліміндегі соттан тыс банкроттық рәсімін қолдану қызметін таңдау қажет. Сонымен қатар өтінішті компьютер арқылы электронды цифрлық қолтаңбамен жолдауға немесе халыққа қызмет көрсету орталығына жүгінуге мүмкіндік бар. Соттан тыс банкрот деп танылған тұлғалар оның салдарына дайын болу керек. Банкроттық рәсімделген жағдайда борышкер 7 жылға дейін несие ала алмайды. Евгений Шевченко, Қарагөз Мақатова, Алау телеарнасы.